Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен фоторезистормен танысатын боламыз, немесе фотокедергі. Яғни кедергі 10 килоомдық мәні бар. 1023-ке дейінгі мән бере алады жарықтың әсерінен. Яғни фоторезистор жарықтың әсеріне байланысты мәні өзгереді. Егер плюс-минусын қажетті жағдайда жалғайтын болса, қараңғыдан 0-ге жақындайды, жарықта 1023-ке жақындайтын болады. Фоторезисторды экранға түсіреміз, және де 10 килоом резистор қоямыз. Фоторезисторде екі аяғы бар, бұлардың полярностын шатастырудың қажет жоқ, бұлардың плюсы минусы жоқ. 10 килоом резистор қоямыз да, екі аяқтан 3 аяқ шығарамыз, яғни 2 пиннан 3 пин шығарамыз. Ол үшін біз резисторды көлденеңінен қоямыз, кез келген жағына қоямыз, оң жағына немесе сол жағына. Оң жағына қойып көрейік, бірақ қай жағына қойсаңыз да өз еріктеріңіз. Ешқандай резистор қойылмаған жағы плюске баратын болса, немесе 5 вольтқа баратын болса, красный. Резистор жағы граундқа баратын болса, онда фоторезистор қараңғыда 0-ге жақындайды, қатты жарықта 1023-ке жақындайды. Ал екеуінің біріккен жерін біз аналогтық мәнге береміз, яғни аналог ридті қолданамыз. Бұл жолы да алдыңғы сабақтағы потенциометр сияқты, бұл жерде де фоторезистор мәні өзгереді. Потенциометрді біз қолдан өзгерткен болсақ, фоторезистор жарықтың әсерінен өзгереді. Код жазар болатын болсақ, текст, продолжить. Serial beginді қолданамыз. Serial begin 9600. Фоторезисторға белгілі бір ат береміз. Айнымалы int фото тең аналог read. Аналогтың кез келген пиніне жалғауға болады, бірақ біз A5-ті қолдандық. Фоторезистордың мәнін көру үшін сериалға шығарамыз. Serial print бірінші тырнақшаға фото деп жазайын. Бұл жазу міндетті емес негізі, бірақ принтқа текст шығаруға болатын, біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Serial print ln. Print пен print ln'ның айырмашылығы, ln деген оны астыңғы қатарға enter тастап шығарады. Біз экранға шығаруымыз керек. Фотоны немесе аналог read 5-ті шығарсақ та болады. Бұл мәнді өзгергенін байқау үшін кішкене задержка жіберейік, делай 200 миллисекунд. Монитор последовательный интерфейсті ашамыз. Фоторезисторды қарап отырамыз. Начать моделирование. Қазір фото 54 деген мәнді көрсетіп тұр. Егер фоторезистордың жарықтығын өзгерту керек болатын болса, үстінен бір рет басатын болсақ, сол жағы бізде қараңғы, оң жағы бізде жарық. Ползунокты оң жағы алып келетін болсақ, яғни жарық түсірдік дегенді білдіреді. 974 деген мәнді көрсетіп тұр. Егер бұл практикалық тұрғыда болғанда, егер қатты жақындататын болса, бізде 1023-ке дейінгі, максимум 1023-ке дейінгі мән баратын еді, бірақ қазір ондай жағдайға бармайды. Қараңғы болатын болса 0-ге жақындайды, қазір 54 шамасында болады. Ең соңын алып баратын болсақ, 1023 немесе 900-ге дейінгі мән болуы мүмкін. Әрине бұл онлайн, практикалық тұрғыда нақты мәнін қолмен фоторезисторды жабу арқылы немесе фонарикті беру арқылы көруге болады. Бұл арқылы қандай жоба жасауға болады? Ең қарапайым жобаның бірі, интернетте де өте көп, қараңғыда жанатын, жарықта өшетін жоба жасауға болады. Ол үшін светодиодтың катодын минусын минусқа 100 ом резистор негізінде айтқан болатын біз 220 ом қояды деп. 100 ом резистормен кез келген портқа жалғаймыз, біз бұны digital write ретінде қолданамыз, яғни қараңғы болатын болса жанады, жарық болатын болса өшеді деген шартпен қолданатын боламыз. Желтый. Бағдарламаны жазу кірісетін болсақ, светодиодқа ат береміз, кодты ашамыз, мониторды өшіреміз. Сетаптың алдында enterді басып, int қызыл тең қызылдың порты, біздің жағдайда 0, 1, 2-ге тең. Қызыл тең 2-ге. Pin mode қызыл output.
Енді шарт береміз, бізге экранға оны көрудің қажеті жоқ, біз білеміз максимум мен минимум мәнін. Егер фото кіші болатын болса, кез келген бір мәннен, ол практикалық тұрғыда сіздің бөлмеңіздің мәнін көріп алып, соған байланысты шарт жазуға болады. Біз енді шамамен 500-ден кіші болатын болса деп жазайық. Digital right, қызыл жанады, қызыл height. Яғни 500-ден төмен қараңғы болатын болса, светодиод жанады. Әйтпесе, яғни 500-ден үлкен кез келген мән болатын болса, digital right, қызыл өшуі керек. Digital right, жарық болатын болса, яғни 500-ден жоғары, 501, 502, 1000-ға дейінгі мән болатын болса, онда жарық деген сөз бізде қызыл міндетті түрде өшуі керек. Бұл өте қарапайым бағдарламалардың бірі болып табылады. Кодты жаздырып, начать моделирование дейтін болса, қазір светодиод жануы керек, себебі біздегі негізгі ползунок қараңғыны көрсетіп тұр. Мінекей жанып тұр. Енді ползунокты оң жаққа алып баратын болсақ, жарық болды деген сөз, жарық болатын болса, светодиод өшуі керек. Әрине онлайн болғаннан кейін бізде бағдарлама өте жай жұмыс жасайды. Негізінде көрініп тұр, қазір светодиодымыз өшіп жатыр. Тағы да бір рет қараңғы қалатын болсақ, яғни қолмен жабатын болсақ, фоторезисторды немесе бөлменің светін өшіретін болса, немесе күн бататын болса, онда светодиод қосылады. Күн шығатын болса, бөлменің светі жанатын болса, немесе фонарьты жағатын болсақ, светодиодымыз бізде өшеді. Осымен фоторезисторға негізгі қысқаша сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.